Салем достар, сіздерге өзім үйреніп алған печеньенің жасалуын көрсететін боламын. Бірінші жұмыртқаны, 3 жұмыртқаны қосамыз. Араластырып аламыз енді. Ал 5 қасық қант қосамыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді сұйық май қосып, оны да араластырып аламыз. Ұнымызға әзірге қосып, жұмсақ қамыр билеп аламыз. Дайын қамырымызды жайып, әртүрлі формаға кесіп аламыз. Градуста 15 минутта пісіріп,